Баянды болмасаң бағың таймасын. Жаса рухты халқым, жаса құтты салтым айланасың. Енді мынау Ансат пен Ридан ешкім айырмаған ғой, көрші, баяғыдан да туыс, екеуі қосылып екі дауыс айтамыз дейді. Міне 76 жылғы бітірушілер барлықтарына 25 жылдық мерекелерімен құттықтаймыз. Татьяна апай, сізге көп рахмет. Деніңіз сау болсын. Әрқашанда өстіп, кең дастарханда өстіп жиналып отыра берейік. 25 жылдығымыз 50 жылдыққа, 75 жылдыққа, 100 жылдыққа жалғаса берсін. Барлықтарының үйінде осындай тойлар болып, сіз болып, осындай отыра берейік. Той болсын. Бағана да сөйлеген сияқты болмасын да. Басшысың өзің? Алыста, ұзақтан, жақыннан келген класстас достарым, бауырларым, бүгін осы көптен бері күткен 25 жылдығымызға да жеттік. Қуаныштымыз, барлығымыз бас қосып қуанып жатырмыз. Мына көрмеген келіншектермен танысып жатырмыз. Енді әрдайым осындай жақсы күнде, жақсы тойларда бас қоса берейік. Мына Татьяна апай, сізге мың алғыс. Осы біздердің осындай жақсы күндерімізге куә болып жүре беріңіз. 25 жылдық, 50 жылдық, Ансат айтқандай 100 жылдықтар біздің барлығына куә болыңыз. Деніміз сау болсын, отбасымыз аман болсын, еліміз тыныш болсын, тапқан табысымыз мол болсын. Барлықтарыңа бақыт тілеймін. Тек бақытты күнді кешейік. Тойларымыз той болсын. Енді бір себеппен шығып тұрған екен, Ғанидың да өзінің несін грамотасын тапсырып жіберейік та. Классымыздың мақтанышы, ақылды, парасатты, осы тойымыздың ұйымдастырушысы, белсенді де 8 қырлы, 1 сырлы классымыздың жігіті Ғаниға ризашылығымызды білдіріп, грамотамен марапаттаймыз. Әрқашан өзінің ортамызда ұйымдастыратын бір жігітіміздің болғанына қуанып жүре берейік. Рахмет. Ал енді күйеулерден кім бар? Бәрін сөйлейміз. Келіндерден, күйеулерден. Бәрі сөйлейсіз ба? Не дейміз, 76-лар 25 жылдықтары құтты болсын. Не дейміз, қуаныштымыз біздер. Рахмет, Ғани бастаған жігіттер 76-ны барлықтарына рахмет, осы да кеші ұйымдастырып отқандарына. Не дейміз, әрқашан осындай жақсы күндерде тойда кездесе беріңдер. Қуаныштарыңды бірге бөлісіп жүре берейік. Келіндерден бір сөйлесін. Кеш жарық 76 жылғы мектеп бітіргеннің 25 жылдық мерейтойы құтты болсын. Татьяна апай, сіздің өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осындай 76-лар бас қосып тойдан тойға жете беріңдер. Әрдайым 35 жылдық, 40 жылдық болып, осындай ауызбіршілікті болып кездесе берейік. Ішінде жүріп қызмет етіп жүре берейік. Ғанидіңізді жалғастырып. Сендерді сағындым деп. Қазір осында. Сөйлемей қойма? Ал құрметті де ардақты менің бауырларым және біздің ұлағатты ұстазымыз, ең біздер үшін абзалжан Татьяна апай, бүгінгі біздің тойшығымызға сондай алтын уақыттарын бөліп, сонау алыс жақыннан келіп отқандарыңызға біріншіден Алланың нұры жаусын.
ризамыз. Төбеміз көкке бір елі жетпей тұр. Әр уақытта осындай көргеніміз той болсын. Бір-бірімізге деген көңіліміз бағана айтып жатырмын ғой, ешқашан кірбің шалмай, тек жақсы ниеттерде Алла бас қосуға жазып, Теміртауға келгенде еріп келе беріңіздер. Таң атып жатыр ма, күн батып жатыр ма, барымыз айта береді. Қырып жоймасақ та баяғыда тілеп деген кезінде бір атамыз айтқан екен: қанда болма, қарашада болма, байда болма, бағланда болма, бет түсетін үй бол деген екен. Сондай-ақ бет түсетіндей үйлерің бар. Қыздар әрқашанда еңселерің еңкеймей, көкіректеріңді керіп келе беріңдер. Кластастарың сендерді күтіп алған, ешқашанда жалықпайды. Жүрегіміз әрқашанда екі күннен сендер үшін ашық. Оны тек сезіну керек, тілекпен жеткізе алмаймын. Жетісарлар мәңгі жасасын! Мыналар міне бір шеттен бастаса, мынау Абай біздің күйеу деп айтуға болмайды. Біздермен бірдей, мынау біздермен көріп келіншектерге осы жақын болып кеткен. Ухажер, Марсель күйеу деген бар ғой. Сол үшін өткірген көрді. Қысылып отырған Абайдан қысылып отыр. Екі бастан білесіздер, Гүлзат мынау кезінде учком болған. Осының бәрін ағамдайым, мына қысқалып бара жатыр. Апай бар, естіп қалсын деп отырмын да. Бәрін мақтай беруге болады ғой. Өзіміз мақтансақ, біз кім мақтайды. Гүлзат мынау талай жігіттің арманы болған. Талайлардың қолы жетпеген. Сөйтіп жүргенде біздің қанат ептеген. Қасынан бір ел кетпеген. Жаңағы сол біздің Гүлзат жұмыстан шыққанша мына тойға келмеген қанат деген мынау күйеу баламыз. Жұптарыңыз ешқашан жазылмасын. Мынау Бекнатованы бәріміз білеміз. Осы біздерді ұйымдастырушымыз. Бұлар Абайымыз сияқты келесіде ұрсы-бұрсы болады. Бір нәрселерді айтып, кейін артынан ойбу, мен бейшара деп звондап жылайды сен. Әртіс сөзі. Жүрек адалдай ішінде аржанда жоқ. Мынау Фатима деген біздің ырыскелдің жаңағы келіндеріміз. Бұл да бидің кәдімгі айқайдың көкесін көрсететін адам ғой. Ырысты айтсаң да айтпасаң да болады. Ырыс деген баяғы химиге кейін әдебиетші болып кетті. Қазір мына жерде бүкіл осы ненің жаңағы заводтың кіріп шығатын тесттерінің бәрін отвечающий осы үстіне қыз көйлегіне барса қорқынышты. Галстук тағып алған. Мынау Бәйметова деген екі бастан баяғы өзі бейші. Бәйметова екеуміз баяғы ең бір жет жаңағы неге билеп оқыған. Қандай? Тарих оғанда да билеген анау. Енді апай ұрмайды, бізді ағай ұрмайды деген бар. Бұрын молда ұрушы еді, енді апай ұрмайды. Енді кел екеуміз мектепке бір бар айлай деп, апай біздерді екеуміз ұсынай білетсің. Соны күйеуімна сырбаз жігіт, Бекен, қара тамыр бозғылы бұл деген кәдімгі айта беретін. Ансатты қалай мақтысында жарылады, мынау өз бір қалам көңілді алып отырса да көңілі жақын айтыр. Көлігімен де көңілімен де демеп отыр. Арасында боқтап қояды. Аналар не болады, саған көмек бермей, мен бағамда өтедім. Темірде отырмаған жақсы ғой, темірде отырса ол да сондай болады деді. Қазір қалай. Мынау Баян деген біздің Ақбаян. Өзі Ақбаян, өзі сондай Ақбаян. Кей кезде осын келгім келеді, жеп қоямын деп осы. Тістеп алайын деген. Ау, Айнаш деген келіңіз, Тайжан апай. Жәнібектің ең ішіндегі Турцянка. Төне қарашы, ең жасы сұлуы. Мынау екі бастан Жәнібек бәріміз білеміз, бағана айттым ғой, Жекежан. Ана ергештегілер айтады ғой, Ғалидің бір кластасы бар, Тумагара дейсіз. Тумагара дейсіз, Жәнібек. Кәрімбердиев мынау бір тоға нағыз сырбаз жігіттердің бірі. Кәрімбердиев баяғы Орынбай мақтайды ғой. Мен тұрғаннан сағат 4-тен арбаның шиқылы естіледі, осы Кәрімбердиев деп баяғы сіз жиналыс дегенде. Сол Кәрімбердиевтің өзіне жараса Таня деген, Тоня деген томпақ қана әппақ келіншегі бар. Қысқасы бәріміздің көңілі осындай. Мынау Татьяна апайға деген алғысымызды қазір мынау барлығымыз акапелламен ұстазымды айтқымыз келіп тұр. Жәмила ханым қазір бірде өлеңмен таныстырамыз. Мынау Татьяна апай біледі ғой, мынау кейінгі уақытта жақындасып жүрміз бұл сары келіншекпен. Біраз болды, 17 жыл болып тұр. Жақсылап тұрып сәлем Татьяна апай. Ай, апай. Ане, бастаймыз ба? 3, 2, 1. Yes,
Дүниенің сырын жайып, қият қызықтырып шетелдерген. Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, ұстазым менің жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым менің ұстазым, Ұстазым менің ұстазым, өзіңмен өткен қыс жазым, қалдырған ізің мәңгілік, жадымда тұрар жаңғырып. Ұстазым. Рахмет. Алдарыңызда. Бәбелеңіз. Қаулаңыздар қаны бәріңіз бір бірге. Қаны бәріміз, Тайжан апай. Келді. Өзіңе жүрегімде ән боп құйылған, жүрегімде мені сендей түсінеді. Кім бар екен ол өмірде, ұмтылса да шалқымалы, шалқымалы, толқымалы. Сен ешқашан өзгертпедің пікіріңді мен туралы. Сен ешқашан өзгертпедің пікіріңді мен туралы. Саған мәңгі борыштарым, көңіліме қоныстандың. Азаматта ажарыңа мақтау айтсаң намыстандың. Астаналық қанатының нұрын шаштың, жайықтың. Мен мұңайған кездерімде қасымда ылғи сен отырдың. Мен мұңайған кездерімде қасымда ылғи сен отырдың. Esnaflar toylarınızı taramazsın ешқашан. Күнім әнге жалғасын деп, келе дарыма алға сейдеп. Менің демем өріңе жетсе, сен қуанды ал
Мария Магдалена, о-хо-хо, талайдың арман едің, о-хо-хо, жүректің болған емі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Жетелеп алған еді, о-хо-хо, тұратын жол бар еді, о-хо-хо, мен үшін ең әдемі, о-хо-хо, өзіңсің жаным. Ай-ай-ай, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха, аха, чип-чип-чип, чип-чип-чип, аха, аха, чип-чип-чип, чип-чип-чип, Мария Магдалена аруым. Алло, алло, бұл сенбісің, алло, алло, естимісің, мен сені мәңгілік сүйемін, мен сені сүйемін. Естимісің, 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 мен сені мәңгілік сүйемін. Көткендегі бәйші шетпей даулар өскен, жанына махаббаттың самал ескен. Ұмытпаспын сол күнді, ұмытпаспын, бір отырған сол бір таң кетерместен, бір отырған сол бір таң кетерместен. Алло, алло, бұл сенбісің, алло жаным, естимісің, мен сені мәңгілік сүйемін. Алло. Апай кел. Міне. Татьяна апай дегенде жақындап көрші. Әр уақытта осылай ауызбірсіз мықты болып, татқанымыз тәтті болып, еңбегіміз қатты болып, жер тойларда кездесек жетпарлар. Мына нанды апарып, қыздар жақсылап кесіп, осы тәтті тағамнан ауыз кезінде шайға, барлығымыз шайға. Қадырбай, барыңыз барыңыздар шайға. Наливайте, ханчик, чаю вместо крепкого вина. Я вам музыку сыграю, здесь всем нравится она. На востоке, на востоке, что за небо без луны. На востоке, на востоке, что за жизнь без чайханы, что за жизнь без чайханы. Пьяла идет по кругу, аксакалы смотрят в мир. Рады гостю, рады другу, здесь застолье, но не пир. На востоке, на Ұқыпты кірпияз әзілқой номинациясы бойынша Боранбаев Ансат марапатталады.
Сондай-ақ ақылды күйеу номинациясымен Қанат. Қанат қайда? Жанашыр әке номинациясымен Сартбаев Жәнібек марапатталады. Еңбекқор номинациямен Кәрімберді ойнар. Ремонтқа асарға шақырамыз, ойнар. Ремонтқа кел, ремонтқа. Қылықты қыз номинациясымен Нарманова Пердегүл марапатталады. Жаны таза ару Жильманова Жанат. Аңдырың аруларыңды жаманы жас көп кезінде жайраңдаған, көрген адам сыртынан қайраңдаған. Химик номинациясымен Жолдасов Рыскелді марапатталады. Сондай-ақ үздік оператор номинациясымен Өтемұратов Дархан марапатталады. Қарағанды облысы номер 1. Еңбегі жақсы. Отырсақ қағана общий счет қанша болып еді? Ырыс? Счет қанша болды общий счет? 22-де 20 ма? 19-да 22 ма? Қашқан команда түсіп берді ма? Ал! Ағайлар, апайлардың ішінде мынау Қаратай деген сөзді кім көп айтады? Қаратай деген сөз. Қайсағай, қайсапай? Сейітқұл ағай. О, Ашқан командасы 23 кетті. Есеп шығарып келе жатып, доскіден түсіп, полға дейін жазып кететін ағай. Ой, қожам қыл, садан, ұста, Жәнібек, Жәнібек. Жә, қожам қыл. Жәнібек қыл. Жәнібек көрсет. 20-да 23. Демек деген сөзді көп қылсатын ағай. Демек. Жоқ. Оны білмейсіздер көбісі. Жоқ, оңғана басқа жайды оны кәз. Оны айтамын. Асқар, Абдурахман. Жоқ. Ой, қалдар демекті қоспайды. Кім? Демек. Билеген ағай. Жәнібек қалай білмейсің? Неге? Төлеген ағай. Қамды апай. Мен микрофонды таппайдым. Орынбек ағай. 21-де 25, 21-де 25. Енді осындай назарда. Ашқа болған бізде жер. Баян, анау Ломонос 20 жасқа толғанда оқуға түсті ғой. Сол кезде 20 жасқа келгенде оқуға келген мәубас деп мазақтайды ғой. Сол кезде біздің жастар айтты ғой, 20 жасқа келген дәубас деп кім айтты, қай бала?
20 сайында оқып жүрген дәубас деп айтты. Бәрін білдік қой. Қайрат ағай. Жоқ, балдар бізге сыңар қарайды. Тарих, ескі тарихта. 20 жаста туған келген дәубас деп баласы мазақтайды дегенде бізге астапыр балашы. Сол сабақта айтты. Дәубас деді. Жоқ, кім айтады деген ғой? Ой. Жоқ, өлтіресіңдер ой. қалай білмейсіңдер, соған өзі отыршы. Жоқ, ойнақ емес. Ансат. Ашқан командасы тағы бір ашқан, 24. Тап сол сабақты қандай апай берді сіздерге? Историк апай берген жоқ. Жоқ, историк апай емес дедім ғой, Мұрзагүл оңына басқан дедім. Ұлбосын апай, ашқандарда тағы бір ашқан. Ой, ұрсырмаңыз еші жиырма ма? 25-20. 1. 25-20. Қалай білмесіңдер бәрі? Үйді арақ жақ болған қолыз еді. Не жаппайға? Арақ жақ болған. Қой, арақ ішкен адам тік жейді ішкен. Одан кейін кісайған. Тәтті қамыз. Қайрат аға, ала, 20-25. Тәтті қамыз. Атай өткенде балайды. Розар майы болады деп үміттенген қызыңыз. Лазар малайыз. 26. Айтады ғой, үшеуіне қосылшы. Екеуміз қоспаспайды, бір-бір балды бөлесің. Неге бөлесің? Жарты балдан аласың? Қоспақ па? Қайтпа. Қарақшылы екен. Кім айтады қарақшылы? Ане өзі қарақшы. 83 жыл бізде білсеге бағыт қояды, 83 жыл соңғы қоңыр алдырған бағыт қояды. 83 жыл соңғы қоңыр алдырған. Кім? Қаса алғаш қоңыр алдырған. Ани. Мен ұрып соңғы. 27 болды, жанат бар. Қайдың жанатты екеу көңілер деген соғы, ұстысамыз жүрмегені. Қыз қояды. 83 жинатты, ашқалар жинауып қатыр ұрып. 27-22 болды ма? Біздер екі балымыз екі ұсында ғой. Қалай жемен? Жаңа мен бірде екеумізді. Дұрыс, екі бал жеп қойдыңдар. Мен сендерге қосайдып, орындай айлар етіп алдым ғой мен? Жәнібекті айтқан. Мұнда дұрыс айтпады. Мысал жағайдан ұрыс езіктен қандай ағай берді? Уақытша, бір ай. Ұрыс езіктен бір ай. Кім ағай қандай ағай берді? Мысал жағайдан кейін. Ой, дәуір ағай, сен сауап қойшы. Мысал жағайдан кейін деватыр, білеміз ғой. Қосқан жоғай, постоянно жоқ. Жанды постоянно жоқ. Сәрсенбай ағай. Осын тапқан. Ой, сенің бәрі қайда көрді жандар, Сәрсенбай ағай берді. Бір ай ақ барды. Қой, шабу апай, нормально болды. Аманай апай. Қой. Ақшамал апай біздер 7-8-9-да ең жылды. Ой. Бану айтшы. Бану, это не деді Бану. Кім деді біздерге ұшқастен? Төлеген ағай, анау кім амансы? Азат. Азат, Төлеген ағай. Ансат не болсын? Жоқ, Ансат айтты. Ансат айтты. 25. Мауадан бұрын баспен көмір шала. Ұрыс айтты, ойнақ. Мауадан бұрын баспен көмір шала. Ойнақ. Ойнағыда баспен көмірді десеңізде. Кейін ойнақ қақпеттім ұлттан. Расы айт кім? Шақау. Шақау аллах көдірсең. 24-28. Класста доп тепкен қыздар тұрғызсай. Бәрі тұр? Бәрі. Баратаға бірінші тұрған қыз біздің қаста? Рита. Қой, сен білесің кеп тұр. Жанат. Бұйылаға ашу, 25. Жанат сен тұрдың бұл шалда. Бірінші баратаға тұрған біздің қаста ол. Осы тапқан мала вообще қысқаша.
Ой, шағын өзгер емес, точно знаешь. Жоқ, аса емес. Бірінші тұрған еңіз. Бұл сен біліп өр. Қой, елу бар. Қант қапай береді өзі сабаққа. Бізде білсе аласың, қант қапай береді. Мақсатымыз. Бір түгіліп шыққандар енді. Екі ақ рет айтамыз енді, екі ақ рет. Екі ақ рет. Шарапбай. Жоқ, оны таппаңдар. Әділ бейшара көк күртесімен мындай жерде екі ақ қол үстіне бар. Қант қапай барада қаласы қойып бәріміз кетеміз ғой. Бірінші класста. Айнадан қарады. Ой, жаппағандар ай. Таппаңдар. Мен әлі табады ғой ойлаймын. Әлі көк күртесімен мындай жерде екі қол үстіне барып тұр ғой бірінші класста. Тосмұрат Айгерім кім басында отырды? Тосмұрат Айгерім кім басында отырды? Елусінің. Талып қойды. Молодец, жанат жоғын күші ғой жана деймін. Жаны қақты бәрін күртесін Бәрін жазып барған негізі. 29-да 25. Жанат айтты. Я дұрыс қой жаңа. Айгерім қасында елу отырды ғой. Қайыргүлдің қасында кім отырды? Екі бар тапқызды. Айгерім Қайыргүлдің қасында. Ритамен соседіміз болып отыр ғой. Артында егер отырды. Қайыргүлдің қасында кім отыр? Құбыши. Ол. Бәрі түрген шыңдар. Қайыргүл қан білеміз. Қайыргүл қаны бөгет келе жатыр ғой. Біздер есік жақта Рита екеуміз алдымызда Қайыргүлмен біле отырмыз. Сен айтсың? Ұрыс отырады. Жоқ, ол бірінші барда ғой. Өмір бақи бірінші барда ғой. Ой, бекан емес, бекан деген теле жақта отыр ғой. Қайыргүлдің қасында. Айнадан көріп Жоқ, шарапқа екінші барда отыр ғой. Апай осы өрсін. Сендер бәрі түгілдеп шықтыңдар ғой. Шүйен білу керек қой. Және өңгір ғой. Біздер ең атып барды. Біздердің алдымызда Қайыргүлмен отырады ғой. Ешкім таппады. Мауа мен Қайыргүл алдымызда отырады. Біздер артында Рита екеуміз отырады. Мауа мен Қайыргүл отырады. Екі деп қойып жүрміз. Иә, екі. Үш үйден отырмайды. Ой, айтпашы, сізге сабақсыз келді ме ала? Бұл жақта. Шашырыз, қойып шашырып айтты. Тым ішінеміз, өмір бойы сабақ айтпайды көріңіз. Ән сабағын Мөнер апай береді ғой? Білесің бе Мөнер апай береді? Ох, молодец, красавица! 26-29. Жақсы, өткенде тапқандар болсыңдар группадасы. Группада тапқандар. Қане сен сұрап бермей тұрып айтты ол. Сондай қыз бар ма еді? Бар еді ғой, жақсы өледі. Мауан ішіне өлейшіған не ғой? Жақсы өледі, ойнақа. Мауан өлең бар барша. Мауан өлең бар барша. 26-да. 26-да 29. Осыны ғани тағы оқып өткендерді айтшы. Қайдайын ба? Ал жинамадасың ба? 11-ді бітірген жоқ олар. Оқыса болды, мен оқыған сұрамадым. Вот дальше. Сол ән сабағында қандай өлең айтты сол? Жақсы өлең. Айтыңдар. Сол ән сабағында бір-ақ өлең айтты, өмірінде ауылға шыған сол болды. Қандай өлең айтты сол кезде? Жақсы қандай өлең айтты сол кезде? Өлең. Жақсы өлең айтқан өлеңі. Жоқ. Кім тапса бірден 5 балалар. Бірден 5 бал береміз. Жоқ, мектебінде айтқан жоқ. Бәрін салды. Біздер ол өлең кім айтпағанбыз өмірде. Күліп қойғанбыз. Қызыл өрік. Қызыл өрік. Ескі заманның өлеңі. Бәріміз күліп қойып. Мөнер апай бәріміз осы тұтады ғой. Мөнер апай тұтады ғой бәріміз. Қазақша өлең айтты. Қазақша өлең, орысша өлең, сабақ айтқан өлең ғой. Ескі заманның бір өлеңі айтты. Класста ең жауап қыз біздерге оқымай кетті кейін. Қатира. Жоқ, күлеуіш қой. Оны айтып қойды ғой қазір. Арқам, молодец. Бәрін ұрыс барды. Қайтен десен отыр. 30-да 20. Жәке. Осы қазір ғана тардық едім. Айтысқа қатысқан жексіз.
Шербай тағы айтмаса осы. Той сен одан бұрын айттың ма? Оқымай келіп өтірден де қалған бала. Ашқа. Оны сатып қойған бала. Азат, әне ашқа алып кетіп жатыр. Көмеме 28 olsun. Tavuk. Hadi bir şey aşkı var mı? 28 olsun. Ya 4. klasta spor sektörü olan. Kim? Tatjana Bayılır mı bilmiyorum. 4. klasta Tatjana Bayılır spor sektörü kim oldu? Ben düğünü kutlayın mısın bakalım? Şimdi ne kadar? Ben spor sektörü olan. Ben siyasi sektörü olan, uçurum olan kasım olan. Aslan жол oldu bize. Yok. Abay Ali oynuyor. Sonun izler mi? Aytam onu. Bakıt dövün olsun. Abay boy. Sonuçta abay ben özgürde. Ters sektörü kumda açıyor bize. Abay bakıyoruz. Ben Ali özgür. Yok abay bilir mi? Ters sektör kim oldu? Ne ters sektör kim oldu? Hanım ters sektör kim olacak? Koy kızlar öptürdünüz. Yani abay vallahi diyoruz ki koy ters sektör gelsin. Yok ters sektör oldu. Bana olduklarını yemişiz ona. Maksat krasavşik. Oh maksat ana bak. Maksat abaya değil mi? Azat et. Жематов да olsun. Şu güzel maksatlı kımlasına abay otursun koydu. Kımlasına otursun şu güzel. Yok. Abay hadi ters çektirdim, bölümün kasına otursun koydu. Koy. Kızlar etti. Uyum. Başka zeyt koydu. Yok. Жанаттың қасына, жанаттар түсіп. Yok. Abay zeyt o. Şimdi abay olsun. Ben seni tattırlama diyorum. Sen anam düşüyorsun da abay olsun. O kızlar. Onlar kızlar. Yok. Cahillikte kasa oldu. Orada takar olsaydı. Hayır. Şimdi ben söylediğimde İhak bana bak. Çok ben tercih kurmam. Adilin asla, krasavşik. Bırak usta adilin bir yandan daydım ama adilin asla apay oturuz tertip sektörü tertip özgüremedi deyin apay ең bayda айтты ғой сен Кім алды? Анысында асқанда. Неше болды? 30 болды. Жақындарым бар өйтіп дейді. 40-қа барсаңдар ма сен? Сіздер білетіндер Түсініп біле ол деп айтып отырмын ғой соны. Жаңағы 10 метрден доп тебімнен аяқ допқа тимей қалып құлап қалған бала. Ясың ұстап кетті. 32 жеп атамыз. Микрофон сөйлейме. Үш қолдан да береміз да. Отандарға әлі қыз болады. Әлі қожық тұрып күй жоқта. Шапан киген бала. Шапан киген бала. Шапан киген бала. Биганды басынан ұратын бала. Дүгіз. Асқар. Я біраз мен ұрыс кетеді, болмайды. Болмайды, үстінде тап қойыңдар да оны. Адянабай көріп атсы ғой, кімнің қандай фамилия деген, ә? Көріп атсы ба, кімнің фамилия қандай деген балдардың? Есте сақтауға біледі, қандай екен көріп атсы ба? Бастап. Солар.
Класстағы шведовты бәрімізге бірінші үйреткен бала. Столдың астынан. Биган, ой, Биган. Айтайын қойшы. Асан күйеуі. Күйеуге неден айтты? 30 Ой. Нақты отзывы болды ма? Я 30 Баскетбол доп, қолға деп қолсын құған бала. Gelme. Баскетбол доп, қолға дейсің қосаға. Айдар, 7 жылдың бүгін отқанда Айдар деп қолын яқ болды, шығып кеткен өлі да, ұзақ мен. 32-ға 30 жоқ. Жетті, ода кейін. Мен біреу айтам, соны тапсаң да, сонымен апай шанс салып, сөйлесіп жалғастырамыз, және? Ең қиын ғой. Апай баяғы біздерге бір әнергесі болды ма? Әнергесі болды, сөз бәріміз дайындады ғой. Сол кезде ата-аналар келіп тұрған кезінде бәріміз бір ұмытып қалдық қой. Бәріміз тұрып қалдық, қор ұмытып қалдық қой. Сол кезде бастап жүрген кім? Ойна. Бәрін айтамын, ұйқасақты айтқан нәрседі ғой. Sen yoksa da Кәдімгі өлеңін ұтқап қой, күн әлем, бұл әлемді ұтқап қаяды. Шебай, жоқ өтіңіз. Өзіңіз өңеді таза. Сол адам өз өлмей қана кейін дейсің. Мен это главный деген ойын айтқаным. Ау, иә. А 31-ға 32-ға өтсек болды, бола ма? Мына жерге апайда асырайды. Біраз жерге барып қалдық, еске алдық. Апай, мына шайға бізге бата беріңіз. Қатайын бақалай. Илахи. Aynen tabii. Bärimizin 100% apayımızın bir solayaq. Eşim uzunmaz kүйеу бала, келін бәріміз келсек.
говорить, кому отдать. Небо на ладони, очень осторожно. Если только тронуть, все разрушить можно. Святый, кто не верит глупому раскладу. Жетпіс алтының жібектері мен жігіттері. Біздер ұттық қой деймін. Жалғаннан жұмаққа жеткенше жандарындағымен жасарып, жиырмадағыдай жайнаңдап, жалғаннан жұмаққа жеткенше жұрағаттарыңа жамандық шырақ бол. Тек тойларда кездесу жассын. Тойымыз той қаласып, базарымыз тарамасын. Келген адамдардың әр қадамына мың сауаптан жассын. Тойымыз той қаласып, базарымыз тарамасын жетіп алған. Тек тойда кездесуге алла жассын. 35 жылдық 40 жылдықтарда басымыз аман, бауырымыз бүтін. Келе алмай қалған жігіт қыздар осында келіп, одан да үлкен, бұдан да кең ресторандарда істеп, көңіл күйімізді түсірмей, баяғы 18-дегідей бір-бірімізге деп жүре берейік. Жүзге жеткенше қартаймаңдар. Тойымыз той қаласып жетіп алған.